1200 теңгеге торт жасап көрсетемін. Яғни алған заттарыма 1200 теңге ғана кетті. Сенбесеңіздер, видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Бикеш саусақтары деп аталатын ең дәмді торттың рецептісімен бөлісіп отырмын. Қымбат сливкисіз, қымбат президент қаймағынсыз да осындай нағыз керемет тортты жасауға болатынын сіздерге көрсетіп дәлелдеп беремін. Видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Бағаларын міндетті түрде айтып өтемін. Ең алдыменен газдың астына отты жағып, табағымызға суымызды құямыз да, үстінен сары майымызды саламыз. Оттың астын орташа отта қойып, майымызды ертіп аламыз. Үстінен шым-шым тұзды саламыз. Оттың асты баяу отта тұрады. Майымыз ерігеннен соң оттың астын өшіреміз де үстінен електен өткізілген ұнымызды саламыз. Салғаннан соң осындай ағаш таяқшаның немесе қасықтың көмегіменен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Әрмен қарай газдың астына отты жағып, баяу отта қамырымызды тағы да араластырамыз. Шамамен 3-4 минут бойына араластыруымыз керек. Сонда қамырымыз осылай жылтырап бастайды, бірін-біріне жақсы жабысып, тура осы видеодағыдай қалыпқа енеді. Газымызды өшіріп, ыдысты бөлек жерге қойып, қамырымызды 1-2 минутқа суытып аламыз. Суығаннан соң ғана жұмыртқамызды жарып саламыз. Суымай жатып салмаңыздар, өйткені жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Шамамен 2-3 минуттай суытып алыңыздар. Жұмыртқамызды бір-бірден салып араластырамыз. Барлығын бірдей салмаңыздар. Егер жұмыртқаларыңыз кішкентай болса, 5 жұмыртқа кетуі мүмкін. Үлкен болса, 4 жұмыртқа кетуі мүмкін. Бірақ қазір видеодан көресіздер, қандай сұйықтық бізге қажеттігін көрсетемін. Міне осындай сұйықтықта қажет болады. Маған 5 жұмыртқа кетті. Осындай қалыпқа енген кезде жұмыртқа салуды тоқтатамыз. Енді осындай пергамент қағазын төсеп, арнайы кондитерлік қапшыққа салып алған болатынмын. Осылай дөңгелек етіп салып жатырмын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты ұзын-ұзын етіп жасасаңыздар да болады. Міне салып шықтым. 180 градуста 30-35 минутта салып пісіріп аламыз. Міне пісті. Осындай болып шығады. Суығаннан кейін пергамент қағазын алып аламыз. Асты жабыспаған. Енді кремін жасаймыз. Бізде сметанный крем болып табылады. Ыдысымызға тоңазытқышта 2 сағат бойына тұрған қаймағымызды салып алдым. Үстінен қант ұнтағын салдым. Қант ұнтағының орнына сгущенканы салсаңыздар да болады. Енді біркелкі болғанша миксерлеп аламыз. Біздің креміміз дайын. Енді осылай аунатып алып, тәрелкемізге немесе ыдысымызға салып, тура осы видеодағыдай жасайсыздар. Өте оңай. Кремімізге аунатып аламыз. Біздің тортымыз дайын. Тоңазытқышқа 1-2 сағатқа салып қойыңыздар. Әсемдік үшін шоколадты ерітіп, бетіне сеуге болады, немесе жеміс-жидектерді турап, жаңғақтарды да сеуіп әсемдеуге болады. Біздің бикеш саусақтары деген тортымыз дайын. Өте оңай жасалады, ал дәмі нәзік, керемет болып шығады. 1200 теңгенің заттарын атап өтсем, дүкен сөресінен сатылып жатқан қазіргі таңдағы 470 теңгелік дәмі әдемі қаймақты сатып алдым. 300 теңгеге жұмыртқа кетті, 200 теңгеге сливочная берега деген майды алдым, және де 200 теңге қант ұнтағына кетті. Барлығы 1200 теңгені құрады, ал ұн барлық үйден табылады деген ойдамын. Бұл видео пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдын ала рахмет.